Қайырлы таң баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Қауқар боламын. Балаларым осындай тапжанда ұйықтаған болатын. Қазір оятып, төсектерін жинап, таңғы ас дайындауға кірісемін. Балаларға таңғы асын беріп болған соң, өзімнің осындай кішкентай ғана бақшам бар. Соны арамшөптерден тазалауға кірістім. Бұл жерде қияр, қызанақ, болгарский, соның бәрі пісіп тұр. Өзіңнің бақшаң болған жақсы ғой. Кез келген уақытта аласың да тамағыңа қоса бересің. Балалар жегісі келсе, осы бақшаға кіріп алып жей береді. Осылай арамшөптерін бәрін жұлып болдым. Қарасам, мына жақта қозыларымда қарны ашып тұр екен, соларға алып кеп бердім. Олар да жеп, қарындарын тойғызып алды. Бақшамды арамшөптерден тазалап болдым. Осындай тап-таза болып, әп-әдемі болып қалды менің бақшам. Балаларым айтқан, бізге баклажаннан төшін езік жасап беріңізші деп, мен соны жасауға кірісемін. Міне баклажандарым осылай күшті болып пісіп тұр. Мына жақта қазір помидорды аламын да, солай салат жасауға кірісем. Осылай баклажанды, помидорды жуып, баклажанды кесіп, томалақ етіп, тұзды суға 20 минутке батырып қоямыз. Бүгін сенбі, мен үйде болғандықтан балаларымға сол өздері жақсы көрген тағамды дайындап жатырмын, және де қазанда ет асып жатырмын. Осылай демалыс күндері балаларымға көңіл бөліп, өздері жақсы көрген тамақтарды пісіріп беруге тырысамын.
Ал ет тамағымыз да дайын, баклажан салатымыз да дайын. Енді балалармен отырып, күштілеп тұрып тамақтанатын боламыз. Біздерге ас болсын. Міне күнде бітті. Тамақ ішіп, балалармен тапчанда отырып, жай ғана әңгіме айтып отырмыз. Ешқандай асығыстық жоқ. Бір ерекше нәрсе болмаса да, дәл осындай сәттер жүректі жылытады. Баршамыздың отбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Мені блогымды көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.